Осы видеода спираль оқытуды қазақшаластыра алмағандықтарымыздан және түлкі сен қандайсың деген тақырып туралы айтылады. Баланың біліп жай күйін, білімсіз боп қалмасын деп уайымда күйін дегеннің парқында болу үшін осы мәселе жайлы баяндайтын бір бейне баян жасадым. Бала сөйлейтін тілінде басқалармен қарым-қатынас жасайды және сол тіл арқылы білім алады. Қазақ тілі ана тіл ретінде оқытылған жерлерде қазақ тілінің қалай оқытылатыны өте маңызды. Қазақ тілін оқыту туралы видеоларымнан хабардар боламын десеңіз, ес-сөз YouTube каналыма және ес-сөз Instagram парақшама жазылып қойыңыз. Қазіргі ғылымның айтуында тіл мен ойлау бір. Қанша тіл білсе, сонша дамиды, білімді болады. Тіл үйренудің пайдалы жағы бұнымен ғана бітпейді. Бүгінде бірінші сыныпқа келген бала 2 жасында планшеттен дауыс децибелін ырғағын ажыратып, көріністі ауыстыра алады. 3 жасында стратегиялық ойын ойнап, 5 жасында симулятор ұшақты ұшырады. Технологияның дамуымен бірге туылғандарынан digital native, яғни цифрлық дәуір баласы деп аталған балалар. Бұрынғы қазақ тілі оқулықтары сауаттылыққа үйрету үшін дайындалды. Ал қазіргі қазақ тілін оқыту сауаттандырумен ғана шектелмеу керек. Талап осындай. 1940 жылғы әліппе 70 бетте бастауыш қазақ мектебінің 1 класына арналған «Теке мен түлкі» деген бір әңгімеден үзінді оқиын. Бұл бізге 1940 жылғы қазақ тілін оқыту мен қазіргі қазақ тілін оқытуды салыстыру үшін керек болады. Теке бір құдыққа келді. Шөл деген соң құдыққа түсті. Әбден тойып су ішті. Қайтайын деп еді, қампиған қарнын көтере алмады. Сорлы теке әлек болды. Тар қапаста жіпсіз байланды. Сөйтіп жатқанда бір түлкі кеп қалды. Түлкі екең, текені мазақтап, кекетіп, сақалыңдай миың болса, ақмақ болмасаң, құдыққа түспей тұрып шығуыңды ойлар едің ғой деді. Түлкі мен теке жайлы мәтін 1940 жылдағы сауаттандыру әліппесінде берілген. Қазақ тілі 2017 жылы шыққан 2 сынып 2 бөлімінің 75 бетінде қоршаған ортаны танып білемін деген тақырыпта түлкі мен ешкі ертегісі берілген. Теке ешкіге айналған, бұл жерде орға түскен түлкі. Қоршаған ортаны танып білемін деген тақырыпта түлкі мен ешкі ертегісі берілген. Нағыз өмірді тану деген шындыққа аз немесе көп сәйкес келетіндей етіп өзгертетін жүйе құру деген сөз. Деген екен бала ойлау туралы ғылым жасаған ғалым Жан Пиаже. Жан Пиаже білімді балаға құйып бере алмаймыз. Бала кез келген нәрсені өткізі секілді алмайды деген. Ойын ойнап, қатармен сөйлесіп, араласып айналасы адамдар, заттар, құбылыстар туралы үнемі байланыс ішінде үйреніп, үйренгендерін қорытындылайды, білгендерін қайта қарайды, білетіндерін тексереді деген. Қысқаша, үйреткендеріміз баланың содан кейінгі өмірінде пайдағасын, қолдансын деген сөз. Әңгімемді тағы Жан Пиаженің сөзімен жалғасам. Бала бұрынғы білетіндердің үстіне құрастырып қою арқылы білім үйренеді. Сондықтан білім берудің мақсаты берілетін білім санын арттыру емес, баланың қабылдап, құрастырып, өздігінен қорытынды шығарып, жаңа білім тауып алу үшін мүмкіндіктер жасап беру. Бүгінде баланың жас ерекшелігіне лайық ғылымға сүйенген, дұрыс, аз күшпен уақытты тиімді пайдаланып, білім берілсе, бір нәрсе үйретілсе, нәтижелі болатыны әркім білетін басы ашық мәселе. Бұл айтқандарым әлемде бала оқыту мен үйретуде қолданылып жатқан дүниелер. Ал қазақ тілін балаға қалай оқытылып жатқанын түлкі мен түлкінің құйрығы және білім берудегі спираль оқыту арқылы айтып берейін. Бұлар қайдан шықты десеңіз, бастауыш сынып қазақ тілі мен әдебиеттік оқулығынан шықты. Әңгіме былай өрбиді. Негізінен оқулықта жаңа ғана айтып өткен әлемдегі білім берудің талаптары бойынша білім мазмұны білімдік жағынан дұрыс, өзекті, заманға сай, балаға лайық, баланы дамытатындай білім беру бағдарламасы бойынша жеткілікті білім қамтылған, жақсы көрнекіліктермен көрсетілген болу керек еді. Оқытатынымыз бастауыш сынып баласы болғандықтан бала қызығатындай, ашық, нақты, түсінікті, баланың сөздік қоры деңгейінде жазылған болу керек еді. Я, солай болу керек еді. Ал қазақ тілі оқулықтары қандай? Бұлай, бірге қарап көрейік. Бастауыш қазақ тілінде оқытылатын ең басты тақырыптардың бірі түлкі. Олай деуіме себеп, егер бір мәселе қайталана берсе, ол маңызды мәселе деген сөз. Есте сақтап ұмытпас үшін, құнды екенін баса көрсету үшін қайталанады. Бастауыш қазақ тілінде түлкі көп қайталанатын тақырып. Қазақ тілінде түлкі сурет, мәтін, ертегі, мысал, жаттығу тапсырмалар арқылы қайталана бергендіктен қазақ тілінің маңызды мәселесі демеске болмады.
Оқулықта білім мазмұнының айнасы болғандықтан, білім мазмұнын белгілеу өлшемдерінің бастауыш сынып қазақ тілдеріндегі көрінісінің оқулықта берілуі былай. Мынау оқулықта берілген түлкілер. Спираль оқытуда осы әңгімеме қатысты бір мәселе бар. Спираль білім беруде. Әрине өткен тақырыптар қайталанады. Бұл жерде ескеретін бір мәселе, спираль оқытуда қайталанғанда оқытылған мәселе, тақырып, білім мазмұны қайталанған сайын кеңейеді. Білім тереңдейді. Жаңа білім алдыңғы өткеннің үстіне құрылады. Тіл үйренуде тиімді әдіс. Сондықтан мамандар мүмкін осы әдіс бойынша қайталап берді ма дейін десең, әліппеде түлкі қандай, 2 сынып 61 бетте түлкі қандай, 2 сынып 91 бетте түлкі қандай, түлкінің құйрығы қандай, түлкі шәуілдейді, түлкі сөйлейді, 2 сыныпта жолбарыс пен түлкі, аңқау арыстан, 3 сынып жүзім жегісі келген қасқыр мен түлкі, түйе мен түлкі, түлкі мен ешкі, жұмбақта түлкі, ертегіде түлкі, буын үйреткенде түлкі, зат есімде түлкі, сын есімде түлкі, у дыбысында түлкі. Бастауыш қазақ тіліндегі оқыту үшін қойылған түлкі туралы мәтіндер жайлы қиял ғажайып оқиғаларға толы мәтіндерді балаларға оқытудағы мақсат не болу керек деген сұрақтың жауабын іздесек, Мағжан Жұмабаев ғылыми негізде былай деп береді жауабын. Адам неғұрлым білімді, тәжірибелі болса, қиялы да сонша бай болсын десек, оның білімді болуына іждихат, яғни көңіл бөлу керек. Бала тұрмыспен көзбе-көз таныссын, оның есінде жанында көп білім болсын, жаратылыстың тұрмысымен таныс болсын. Міне сонда баланың қиялы өткір һәм бай болмақ. Мағжан Жұмабаев қазіргі кездегі алдыңғы қатарлы әлемдік білім беру талаптары не деп отырса, дәл соны айтып отыр. Әлемдік білім беру бала үйренген білімін, дағдыларын өмірде қолдансын, оқығанын анализдеп талдасын, мәселені шешсін, ақылын қолдансын, активті қарым-қатынас құрсын дейді. Спираль білім беру туралы кітап жазған Scratch программалау тілінің авторларының бірі Митчелл Резник былай дейді. Мағыналы тақырып мәтін ішінде үйренсеңіз, бір нәрсе үйренудің ең жақсы жолы осы дейді. Не үйрендік, не білдік деген сұрақтың жауабы бар оқулықта, алынбалы салынбалы құйрық болатын үйрендік деп жауап бергім келеді. Сенбесеңіз өзіңіз қараңыз. Креатив па? Я, қазақша креатив секілді.